Қазақстанда дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сайты бұғатталды. Бұған Алматы облысы Талғар ауданындағы прокурордың талабы себеп болған. Оның сөзінше, сайтта суицид жасайтын әдіс тәсілдері бар екен. Ол тек дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы туралы емес, басқа да медиаларда айтқан. Ендеше, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сайтында суицидті насихаттайтын ақпарат бар ма? Бірге тексерейік. Тақырыпқа көшпес бұрын, каналға жазылып, видеоны бөлісіп, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Енді тақырыпқа көшсек. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сайтына келер болсақ, әңгіме суицид туралы ақпарат бюллетендері жайлы болып отыр. Фактчек.kz анықтауынша, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы сайтында суицидті насихаттайтын ақпарат жоқ. Яғни ақпарат қалай манипуляцияланып кеткен деп отырған шығарсыздар. Онда бізбен бірге болыңыздар. Бюллетендегі мәтінде расымен өз-өзіне қол жұмсау тәсілдері деген бөлім бар. Оның ішінде суицид жасағысы келген адамдар жиі қолданатын тәсілдер тізілген. Дегенмен, осы бөлімде өзіне өзі қол жұмсау тәсілдерінің жиі кездесетін түрлерін бөлу және оның алдын алу стратегиялары жазылған. Қайталап айтамыз. Дәл осының алдын алу. Ал ақпараттың жалғаны мынада, бюллетенде мәселенің өте маңызды екені. Өзіне қол жұмсаудың алдын алу тәсілі, сонымен қатар суицидтің алдын алуда кездесетін қиындықтар туралы айтылған. Бұған қоса, мәтін оқырманды мәселемен таныстырады, алайда суицидтік көңіл күйді мүлдем насихаттамайды және өмірмен қоштасуға шақырмайды. Желіде тараған ақпаратқа тез сеніп қалудан абай болыңыз. Себебі арасында бұрмаланған, тексерілмеген ақпараттар көп болуы мүмкін. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.